Көп жағдайда адамдар бүйрегім ауырып жүр, бүйрегім ауырып дейді, бірақ зәр тапсырады, бүйрегін түсірсе, ол бүйрегі таптаза, ешқандай проблема болмайды. Ал неге қай кезде бүйрек ауруы тағы да мүмкін? Мысалға мына асқазан ішек жолы, біздің бауыр, екі бүйрегіміз. Ал енді өкпе кеуде қуысында орналасқан соң, осы өңештің үш жағынан салып жіберейік. Өкпе бір-бірімен тақалып тұрады. Егер де бүйрек ауырса, өкпе ауырғандай сезім болады. Плеврит кезінде, және де бауыр ісетін болса, майлы тамақты көп жейтін болсаңыз, бауырдың көлемі ұлғайған кезде, мынау диафрагма көтеріліп, тынысыңыз тарылады, және де оң жақ бүйіріңіз ауырып жатады. Ол бауыр деп ойлап қалады көбісі, көп жағдайда өкпе болып жатады. Көп жағдайда сосын невралгия дейді. Невралгия 90% жағдайда дәлелденбейді. Сол себептен бүйрегіңіз ауырса, бауырыңыз ауырса, өкпеңізді тексеруді ұмытпаңыз. Бәленің бәрі осы жерден шығып қалуы мүмкін.